Қыздар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге крючокпен қалай тоқу керектігін үйрететін боламын. Ол үшін бізге осындай крючок керек, 4-тік, 2,5 мм те болады крючоктың. 2,5-тік, 3-тік, 4-тік ала берсеңіздер болады. Сосын мен осындай қаны қызыл жіп алдым, қоңырлас түрде. Енді осыдан түйін жасаймыз. Ең алдымен қолға айналдырамыз. Ұстап алып, бас бармақтың бас жағын айналдырсаңыздар да болады. Яғни кіргіземіз. Енді осылай тартып аламыз да мына жерден айналдырып шығарамыз. Міне, осылай болса сіздерде мынаны тартамыз. Міне, түйін деп осыны айтады. Енді мына бізде тор болды, бір тор. Алғашқы торымызды бастаймыз, қатамызды. Міне, ең алдымен осылай ұстаймыз. Сіздерге қалай ұстаған ыңғайлы. Міне, осылай ұстаймыз. Ал мен өзіме осылай ұстаған ыңғайлы болса, мен осылай ұстаймын. Және өзіме қайшы ұқсатып ұстаған ыңғайлы. Енді айналдырамыз, жіпке айналдыруға жіпті. Енді астыңғы жағына қаратып, жіпті тартып аламыз. Міне, бізде екінші түйін, яғни тор пайда болды. Көрмей жатса бетпеңіздер. Тағы да ораймыз. Басты артқа қаратамыз да шығарып аламыз. Екінші торымыздан қайтадан ораймыз, артқа қаратып. Үшінші тордан қайта шығарамыз. Яғни төртінші торды шығарамыз. Міне, айналдырып аламыз да тордан қайта шығарамыз. Айналдырамыз, артқа қаратамыз, шығарып аламыз. Крючокпен тоқу өте оңай, бірақ көп тоқсаңыз осылай көп кетеді, яғни өрім сияқты шығады, шаш өрген сияқты. Қайдан көрсін. Артқа қаратамыз, шығарамыз. Оңай. Айналдырамыз, артқа қаратып, шығарамыз. Айналдырамыз, артқа қаратамыз, шығарамыз. Осылай сізде өрім пайда болады. Міне. Осылай крючокпен тоқу осымен аяқталды. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.